Мен сіздерге бір қызық жағдайды айтайын. ЖКО. Не ол? ЖКО. Жол көлік оқиғасы. ДТП ғой. Жолда ДТП-ға түсіп қаласыз. Соны қазақшасы ЖКО екен. Бұны неге айтып тұрмын? Мен сол ЖКО-ға түстім. ДТП-ға дегенім ғой, сен түсінікті айтайын. ДТП-ға түстім. Ішкі істер органына баруға тура келді. ДВД. Ішкі істер органдарына баруға тура келді. Сол жерге бардым. Маған ұқсағандар көп енді. ДТП-ға түсіп қалғандар. ЖКО-ға түсіп қалғандар көп. Сол жерде 3 инспектор жігіт отыр. Ішінде бір Василий дейтін жігіт отыр, орыс жігіт. Енді мен таң қалғаным, үшеуі де анау келушілерден арыз талаптарды тек қана мемлекеттік тілде қабылдап жатыр да. Талап солай болады. Мен түсінгенім, ол жерде отырған инспектордың жоғарыдан оларға сондай қатаң талап түскен, тек қана мемлекеттік тілде қабылдаңдар деген. Оның ішіндегі ең қатты талап етіп отырғаны сол Василий дейтін орыс жігіт. Молодец. Маған сол жігіт тура келіп қалды. Мен жол көлік оқиғасына түскен жігіт екеуміз бардық. Василий түсініктемені мемлекеттік тілде бланканы берді. Анау жігіт түсініктемен толтыру керек. Нұрлан дейтін жігіт. Мына жерде енді парадоксты қараңыздар. Василий дейтін орыс жігіт мемлекеттік тілде жазуды талап етіп жатыр Нұрланнан. Ал Нұрлан болса, бола ма орысша дейді да, орысша бланка бола ма дейді. Неге дейді? Мемлекеттік тілде толтырса дейді. Мен орысша мектепті оқығам, сол. Өзі 35 жыл, 10 жыл бұрын бітіріп кеткен сылтауын айтып жүрді, мемлекеттік тілде оқығам. Жоқ дейді. Онда жоқ бланка. Тек қана мемлекеттік тілде. Жаз, мен саған айтып отырам, не жазу керек екен дейді. Түсініктемені сөйтіп мемлекеттік тілде қабылдады. Орыс жігіт. Мұна менің парақшама кіріп көрсеңіздер, орыстардан да ұят болды деген бір нем бар. Соны көріңіздер. Шынымен де орыстардан да ұят болды өзі. Ана орыс мемлекеттік тілді талап етеді, біздің қазақтар орысша жазсам бола ма дейді. Жақын 5 жылдықта мұна Қазақстан толықтай мемлекеттік тілге ауысады. Сол кезде мұна 100 жылдан бері айтып жүрген сылтаулар, мұна орысша оқығам, орысша білім алғам, орысша оқыдым, мектепте деп сондайлардың бәріне қиын болайын деп тұрды. Сол жерде ана 3 жігіт, үшеуі де қатаң түрде мемлекеттік тілде арыз талаптарды қабылдап отыр. Сол Василий айтады, жаз деді. Мен пәленше пыстаншы, осында күнде ЖКО-ға түстім десе, ЖКО деген сөздер көп қолданып отыр ғой. Сосын Нұрлан айтады, ЖКО не өзі ол дейді, ЖКО. ЖКО ДТП дейді. ДТП ЖКО, да. ЖКО, мен де сол жерде түсіндім, сол жерде білдім, ЖКО-ны не екен, жол көлік оқиғасы екен. Сондықтан бұдан бұлай мемлекеттік тілді үйрене беріңіздер, жазуды, сызуды, мемлекеттік тілді үйреніңіздер. Бұдан бұлай мемлекеттік тілге ауысады. Міне басталды. Сол жерде айтып отыр ана жігіт, мен жазам орысша деп енді бір-екеулері қиқалан көрсетіп отыр да айтып отыр. Сен егер орысша жаза бер, жарайды, жаз дейді, бірақ ол саған минус болады. Неге? Өйткені сот, бүгін сенің ісің сотқа асырылады. Сот істі мемлекеттік тілде қарайды дейді. Егер сен орысша жазып барсаң, о жерге саған аудармашы апаруыңа тура келеді, ол саған минус болады дейді. Сен аудармашы жалдауың керек болады дейді. Сөйтіп, сенің өздеріңе жақсы мемлекеттік тілде жазған деп жатыр. Мен айтып тұрайын, мемлекеттік тілде жаз, өзіңе пайда. Әрі үйренесің, әрі сенің өзің жұмысыңа жақсы болады деп түсіндіріп айтып жатыр. Дәл солай болады. Дәл солай. Кез келген органда, кез келген жерде ертең мемлекеттік тілді білмесеңіз, ол сізге минус болайын деп тұр да. Сондықтан қазірден үйреніңіздер.